биыл Нұр-Сұлтан қаласында жолдарды жөндеуге үлкен жоспарымыз бар. 150 көшені жөндеу көздеп отырмыз. Оның ішіндегі 100 көше ол біздің қаланың шеткі аймақтарында, елді мекендерде жасалатын болады. Себебі ол жерде халықтың сұранысы бойынша көп жұмыс біз қарастырып отырмыз. 150 көшенің 50 көшесі ол қаланың орталық аймақтарында жасалады. Осындай мына қазір біз Бөгенбай даңғылында тұрмыз, қоғамдық көлік жүретін жолдарда. Қалған 100 көше ол мысалға мына өндіріс, кирпичный деген бар, Юго-Восток, немесе Көктал 2, немесе Агрогородок деген сияқты осы бүкіл елді мекендерде инженеринг желілермен бірге атқарылатын болады. Одан бөлек бізде 21 нысан бар, жұмыстар жалғасады биыл. Ол жерде жаңа құрылыс және күрделі жөндеу жұмыстары. Сонымен бірге биыл біз Есіл өзеніндегі көпірдің құрылысын аяқтайтын боламыз. Ол былтырдан бері жүріп жатқан жұмыс. Осы жұмыстардың бәрін атқарылғанда елордамыздың инженерлік және жол инфрақұрылым едәуір одан әрі жақсаратын болады. Осы жол жөндеуде бізге жұмыспен қамту бағдарламасы үлкен септігін тигізуде. Тек жұмыспен қамту бағдарламасын жол жөндеуге 12 миллиардтан астам қаражат бөлінді. Осы бағдарламаның аясында осы жол жөндеуде біз 1,5 мыңға жуық жаңа жұмыс орнын ашатын боламыз. Ол біздің жұмысқа үлкен қолдау.